Сіз ойламаған, өзіңіз білмейтін басыңызда ойлар бар. Қазір бір техника жасаймыз. Адам сізге тек ақша қарыз болмайды. Ойыңызды қағазға жазып, одан құтылып, басыңызды тазалаңыз. Міндетті түрде 6 айда бір рет жасаңыз. Мен сізге қазір жасалу үлгісін көрсетемін. Кім маған қарыз, олар маған не қарыз? Ақшадан бөлек осындай техниканы жасауға шақырамын. Менің папам маған батылдық қарыз. Ол мені бала күнімде қорғай алмады. Мен үшін ешкімді ұрыспады. Әр адамның басында осындай ой болады. Енді осы ойды түзейміз. Менің әкем қамқор. Менің жақсы өмір сүруім үшін бәрін жасады, жұмыс жасады. Мен үшін ауыр жүкті де көтерді. Дәл осылай ойымызды өзгертіп отырамыз. Менің мамам маған балалық шақ қарыз, махаббат қарыз, ұрды, тастап кетті, қамқор болмады, жолыма тұрды. Универге оқуға түсірмеді, жетіп тұрған балымды бағаламады, маған білім қарыз. Енді керісінше, анам маған ештеңе қарыз емес. Ол маған бүкіл тәтті тамақты жасап берді. Мен үшін күндіз күлкісінен, түнді ұйқысынан айырылған кездері болды. Менің ағам маған қамқорлық қарыз. Менің ағам маған қамқор болды. Ол мен үшін барлық жақсылықты істеді. Бірден ойымызды осылай өзгертіп қағазға жазып отырамыз. Менің әпкем маған уақыт қарыз. Менің сіңілім маған көңіл қарыз, шынайылық қарыз. Екінші сіңілім маған ақша қарыз. Дәл осы техникаларды қайтадан ойымызды өзгертіп шығамыз. Маған шынайы болды, маған ақша қарыз болды, бірақ ол да маған көптеген жақсылықтар жасады деген сияқты ойыңызды ауыстырасыз. Себебі өміріңіздің соңына дейін сіз осы оймен өтіп кетуіңіз мүмкін. Ойыңызды бір шолып міндетті түрде қағазға жазыңыз. Қағазға жазылмаған ой, ол өшірілмейді. Енем маған шынайылық қарыз. Күйеуім маған алтын қарыз. Қайын жұртым шынайылық, адалдық қарыз. Досым маған адалдық қарыз. Міне, сіздің басыңызда бұдан да көптеген көршіңіз, туысыңыз, немесе бір көрген адамыңыз, осы адамдарды сіз өзіңізге қарыз ретінде жазып аласыз. Сондықтан әрбір адамды жазып, жақындарыңыздан бастап жазып, олардың сізге ешқандай ешнәрсе қарыз емес екенін жазып шығасыз. Маған ешкім ештеңе қарыз емес деп қайтадан жаңадан ақ параққа жазып шығасыз. Және бұл техниканы 6 айда бір жасап тұрғаныңыз дұрыс болады. Ойыңызды тазалап, дұрыс өмір сүріңіз. Бұл ойлар бізді ауыр өмір сүруден құтқарады. Сондықтан ойыңызды реттеңіз. Ой реттелсе, өмір реттеледі. Сізге сәттілік.